Барлықтарына сәлем, бұл мен Мәншүк. Бүгінгі тақырып ақша туралы өте маңызды тақырып деп ойлаймын. Өйткені біз барлығымызда қанша жерден ақшаны жек көрсек те, әлде жақсы көрсек те, барлығымыздың да адамдардың қорқатыны бір нәрсе. Біздің ақшамыз бітіп қалады, біз не істейміз егер ақшамыз бітіп қалса, тағы басқа. Дәл осы тақырыпты ашып қараймыз. Біз барлығымызда адамбыз және біз барлығымызды қорқатын қорқынышымыз бір. Енді бұл сұрақты ашып қарайық. Біз негізінен ақшаның бітіп қалуынан қорқатын болсақ, неліктен сіз содан қорқасыз? Не болады? Өзіңізге честно сұрақ қойыңыз. Міне көз алдыңызға елестетіңіз, сіздің және сіздің күйеуіңіздің ақшаларыңыз бітіп қалды. Ақша бітіп қалды, ақша жоқ. Сіз не істейсіз? Қандай сізге ойлар келеді басыңызға? Ең бірінші ойлар. Мүмкін мысалы бір ой ретінде менің күйеуім бұл тақырыпқа ұрсамыз. Менің күйеуім мені осы үшін кінәлайды. Бұл мысалдар, осындай ойлар келеді. Немесе болды, ақша бітіп қалса, біз кімнен ақша сұраймыз? Біз қазір, егер шынымен өмірде ондай ситуация болып қалса, мен қазір бүкіл туысқандарымнан, бүкіл семьядан, бүкіл білетін адамдардан ақша сұрай бастаймын. Біреуден ақша сұрау ол ұят нәрсе. Ол негізінен орысша айтқанда нормально. Барлығымызда көбінесе сондай ойлар келуі мүмкін. Бірақ әрбір адамға әртүрлі ойлар келуі мүмкін. Қараңыз, бұл ойларды бөлек-бөлек жазып алу керек. Өйткені бұл сіздің қорқынышыңыз. Сол қорқынышқа біз сұрақ қойсақ, ол шын мәнісінде қорқынышты ма? Я, дәл қазір сіз айтуыңыз мүмкін, я, дәл солай болады, мен дәл содан қорқамын деп. Бірақ мен сізге мысалдар келтіру арқылы түсіндіруге тырысамын. Біз жаңа айттық, я, біз егер басқа адамдардан сұрай бастасақ, туысқандарымыздан, семьямыздан, ол өте ұят нәрсе. Енді өзіңізге сұрақ қойыңыз. Неге ол ұят нәрсе? Біз ойлаймыз, егер біз басқа біреуден ақша сұрасақ, ол біз туралы, өзіміз туралы самооценкамыз төмендеп кетеді, яғни біз сондай жаман адам ретінде болып көрінеміз. Бұл менің мысалдарым, сізде өзіңіздің мысалдарыңыз болуы мүмкін, иә? Ал егер өмірге біз былай қарап көрсек, осы фактке көзімізді ашып қарайтын болсақ, бұл шын емес факт. Тіпті әйгілі адамдар, тіпті миллионерлер банкротствоға түсу арқылы көшеде қалып қалған, ақшалар бітіп қалған ситуациялар біз киноларда көреміз. Яғни бұл нені көрсетеді? Біздің жаңағы установкамыздың шын емес екен. Біз ақшамыздың бітіп қалған күннің өзінде біз белгілі бір амалын табамыз, белгілі бір жолын табамыз. Сондықтан, егер сіз осындай сізде қорқыныш болса, бітті, мен ақшам бітіп қалды, не істеймін, қорқам деген күн сайын уайымдасаңыз ақша туралы, сізге міндетті түрде осы жаттығуды жасау керек. Бір бет қағазға жазыңыз, не болады, егер сіздің ақшаңыз бітіп қалса, не істейсіз? Және сол шыққан жауаптарды кәдімгідей сұрақ қойыңыз. Ол шын солай бола ма деп өмірде. Тағы да бір жаңағы идея мастер-кит методикасында айтады, бұл план действия жасау. Егер сіз бұдан қорықсаңыз, ақшаңыз бітіп қалады деп. Өзіңізге жазып қойыңыз план. Не істеймін сондай ситуацияда? Бір план дайындап қойыңыз. Мен біріншіден мынаны істеймін, екіншіден мынаны істеймін, үшіншіден мынаны істеймін. Яғни сізде егер де план болса, сіздің миыңыз үшін ол жаңағы беспокойство, спокойный анаған қайтып келеді. Неге? Өйткені сізде уже план бар. Сондықтан ол кез келген қорқынышқа біз егер план жасап қойсақ, біз қорықпаймыз. Соны естеріңізге сақтаңыздар.